Бүлдіршіннің күн тәртібі туралы әңгімесі. Қайсар, тұр деймін. Сағат 8 болды. Біз сағат 8-де тұруымыз керек. Анам солай үйретті ғой. Тұр енді тез. Тұрдым, Кәусар. О, таңғы асқа бәліш пісіріп қойыпсыз ғой, анашым. Иә, Қайсаржан, келе қой. Тезірек отырып шайларыңды ішіп алыңдар. Әйтпесе бәліштерің суып қалады. Рахмет, анашым. Бәліш өте дәмді болыпты. Шайларыңды ішіп болған соң, далаға шығып ойнап келіңдер. Сәлем, Қайсар. Сәлем, Кәусар. Сәлем, Асхат. Мен де сендермен ойнайыншы. Әрине ойнайық. Бірақ Жандоспен көбелекте келгенде ғой. Жандос кеше ауылға барамын деген. Жарайды, онда өзіміз ойнай берейік. Кәусар, Асхат, көздеріңді жұмыңдар. Мен тығылам. Қайсар, бәрібір тауып алам сені. Балалар, мына сөздерді бірге қайталайық. Мен таңғы сағат 8-де оянам. Мен таңғы ас ішемін. Мен таңғы жаттығу жасаймын. Сағат 10-да серуенге шығамын. Серуеннен кейін түскі асқа дайындаламын. Дастархан жасауға көмектесемін. Сағат 1-де түскі ас ішемін. Мен түскі астан кейін ұйықтаймын. Ояну, просыпаться, таңғы жаттығу, утренняя гимнастика, жуыну, умываться, жасау, делать, ойнау, играть, ас ішу, кушать, таңғы ас, завтрак, түскі ас, обед, кешкі ас, ужин, серуен, прогулка, серуенге шығу, прогуливаться, таза ауада болу, быть на свежем воздухе. Сүйікті ермек, любимое развлечение. Құрастыру, собирать, сурет салу, рисовать, сағат, часы, уақыт, время, ұйқы, сон. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, қазыналы кітап? Ұйқыға кетпей тұрып, менің кезекті қызық әңгімемді тыңдаңдар. Келдібекұлы Қазыбек би, қазақтың Тәуке, Болат, Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай хандары тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан жан. Жеті жарғы деп аталатын заңды шығарушылардың бірі. Қазыбектің анасы Тоқмейіл отымды да, тапқыр сөздерді көп білетін зерек кісі болған. Анасы айтқан есті сөздерді кішкентайынан жаттап өскен. Осы өнерінің арқасында бала биден дана биге айналады. Ел арасында Қазбек биді, қара қылды қақ жарған қаз дауысты Қазбек би, алты алаштың ардағы деп атаған. 300-дің ішіндегі шешуі қиын, ең күрделі мәселелердің басы қасында Қазбек би жүрген екен. Қазбек би тіпті жоңғарлардың басшыларын да сөзбен жеңген. Қонтайшылардың 3 рет тонап кеткен елінің есесін ол қасиетті істері арқылы түгел қайтарып алған екен. Қазақ жүздерін басқаруды реттеу ниетімен Тәуке хан ұлы жүздің биі етіп Төле биді, кіші жүзге Әйтеке биді, орта жүзге Қазбек биді тағайындайды. Балалар, бүгінгі үйренген сөздерімізді тағы да бір рет қайталайық. Мен таңғы сағат 8-де оянам. Мен таңғы ас ішемін. Мен таңғы жаттығу жасаймын. Сағат 10-да серуенге шығамын.
Сағат 1-де түскі аш жемін. Мен түскі астан кейін ұйықтаймын. Ояну, просыпаться, таңғы жаттығу, утренняя гимнастика, жуыну, умываться, ас ішу, кушать, таңғы ас, завтрак, түскі ас, обед, кешкі ас, ужин, серуенге шығу, прогуливаться, таза ауада болу, быть на свежем воздухе. Сүйікті ермек, любимое развлечение, ойнау, играть, құрастыру, собирать, сурет салу, рисовать, сағат, часы, уақыт, время, ұйқы, сон,